Баршаға сәлем достар, әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін Қазақстандағы ең танымал продюсер, тележүргізуші, әнші әрі актриса, бизнесвумен Баян Алагөзова туралы ең соңғы және қызықты ақпараттар легін ұсынатын боламыз. YouTube арнамызға жаңадан қосылған болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Баян Мақсатқызы Алагөзова 1974 жылы 9 қаңтарда Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында өмірге келген. Негізен Баянның туылған кезіндегі фамилиясы Мұхитдинова. Оның атасы Мұхитдин соғыс ардагері. Әкесі Мақсат Мұхитдинов дыбыс режиссері, ал анасы Гүлжамал Мұхитдинова актриса болған. Өнерлі отбасынан шыққан қыз да анасы секілді актриса болуды армандайды. Дегенмен анасы Гүлжамал оған қарсы болып мұғалім боласың дейді. Мектепті үздік аяқтаған Баян педагогикалық институтқа оқуға түседі. Алайда 3-ші курстан кейін ата-анасына айтпай, кино факультетіне ауысып кетеді. Өнерлі қыздың алғашқы дебюттік киносы Бегушая Мишен фильмі болды. Алайда 1993 жылы жарыққа шыққан Махаббат станциясындағы басты рөлі көпшілікті тәнті етті. Гүлназ есімді арудың образын сомдаған актриса тез арада елімізге танымал бола кетті. Аталмыш фильм қазақ кинематографиясының алтын қорына еніп, өз аудиториясын тапқан ерекше кино туынды. Осылайша Баянның шығармашылық жолының тұсауы кесіліп, жаңа жобаларға шақыртулар алады. Ал жеке өмірінде Бақытбек Есентаев есімді жігітпен кездесіп жүріп 1994 жылы, яғни 20 жасында тұрмысқа шығады. 1996 жылы Баян мен Бақытбектің Айсәуле есімді тұңғыш қыз перзенттері өмірге келеді. Бұл уақытта актриса Казгудағы журналистика мамандығы бойынша диплом алып, телеарнада жаңалықтар жүргізушісі ретінде жұмысқа орналасады. Декреттік демалыстан соң тележүргізуші ретінде жұмысқа қайта оралады. 7 жыл журналист болған Баян Есентаева 2001 жылы Таң телеарнасындағы «Жолды салон» атты өзінің жеке бағдарламасын қолға алады. 2003 жылы актрисаның Айару есімді екінші қызы өмірге келеді. 2004 жылы Таң телеарнасы жабылған сәтте Баян НТК арнасындағы «Нашпильке» бағдарламасын жүргізе бастайды. Ал актриса ретінде ешқандай жобаларда көрінбейді десе де, Азия дауысы, Жас қанат сынды байқауларға әнші ретінде қатысып, лауреат атанады. Уақыт өте Шайн және Азбука Любви әндерін шығарады. Баян Есентаеваны продюсер ретінде танытқан бұл кешу жобасы болды. Қыздардан құралған кешу тобы қазақ шоу-бизнесіне жаңа леп алып келген рас. Орындау шеберлігі, ерекше костюмдер, хит әндер Баян Есентаеваның продюсер ретінде жасаған жұмыстарының жемісі болды. Кешу тобы қазақ шоу-бизнесінде бірден сұранысқа ие болып, үлкен сахналарда өнер көрсете бастайды. Осылайша Баян ханым Shine Production деп аталатын продюсерлік орталығын ашады. 2010 жылы Баян Есентаева араға 17 жыл салып Қазақфильм таспалаған «Астана менің махаббатым» сериалында Лаура есімді әйелдің образын сомдайды. Алайда бұл сериал айтарлықтай көрермен жинай алмады. Сол жылы Баян Есентаева кино саласына да көңіл ауып, өзінің Shine Production ұжыммен бірнеше кино туындыларға продюсерлік етеді. Яғни 2010 жылы «Ғашық жүрек» фильміне өзі продюсер болады және екінші пландағы рөлдердің бірін сомдайды. Ал басты рөлді кешу тобының экс-солисті, әнші Мөлдір Әуелбекова мен Мейрамбек Беспаев ойнаған. «Ғашық жүрек» киносы Қазақстан бойынша жақсы аудитория жинады және Shine Production ұжымына қолмақты табыс әкелді. Бұл сәттілікті қайталау мақсатында 2011 жылы осы киноның екінші бөлімін түсіреді. Сонымен қатар саз әлемі жұлдызды дода жобаларында жүргізуші болады. Бұл уақытта кешу тобының құрамы өзгеріске ұшырап отырды. Топқа жаңа қыздар келіп, шығармашылық бағыттары кеңейе бастайды. 2012 жылы кешу тобының құрамы Жанар Дугалова, Айдана Меденова және Камшат Жолдыбаева сынды жаңа арулармен толықты. Олардың репертуарындағы Асықпа, Ризамын, Қазақ қыздары, Махаббат, Туған жер әндері ел арасында нағыз хитке айнала кетті. Топтың сұранысқа ие болған соншалық концерттер мен тойларда, телевизиялық бағдарламаларда жиі шыға бастайды. Баян Есентаева топтағы әрбір қызбен жеке жұмыс жасап, олардың тез танылу үшін бірнеше кино жобаларға қатыстырды. 2013 жылы кешу құрамындағы Камшат Жолдыбаева басты рөлді ойнаған «Тракторшының махаббаты» сериалына Баян Есентаеваның өзі продюсерлік еткен. Аталмыш сериалдың қандай танымал болғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Көп ұзамай «Ғашық жүрек» сериалына продюсер болып, кешу тобындағы Айдана Меденованы басты рөлге алады.
Қазақ шоу бизнесінде сәтті продюсер бола білген Баян Есентаева 2013 жылдан бастап Қазақ аруы байқауын өзі қолға алып жаңа форматта ұйымдастырады. Одан бөлек ғашықтар әлемі және коллекшн журналына жетекшілік жасайды. Кино саласына жаңа леп алып келген Баян Есентаева үшін 2014 жыл табысты жыл болды. Себебі өзі продюсер болып, «Осторожна, корова» комедиясын түсірді және өзі басты рөлді сомдайды. Осы фильмдерде Баян Есентаева толық қыздың образында болу үшін өте ауыр гримді қолданған. Гримерлар 12 сағат отырғызып қойып бояндырған және толық қыздың гримдерін жасаған. Осылайша еңбек ақталып аталмыш комедия сәтті шығады және қомақты табыс әкеледі. Ал кешу тобы «Махаббат» ән «Осторожна, корова» фильміне саундтрек ретінде бейнебаянмен жарыққа шығарады. Көп ұзамай Баян Есентаева хабар агенттігінің тапсырмасы бойынша «Махаббатым жүрегімде» сериалына кастинг жариялайды. Басты рөлдерді актер Тәуекел Мүслім және Гүлнәр Шоланова сомдаған. Ал Баян болса Жанна есімді әйел образында. Одан бөлек 2 қыздан құралған Лашын тобын құрады. Және Жанар Дугалова мен Ерке Есмаханға продюсерлік етіп, шоу-бизнес әлемінде танылуларына ықпал етеді. Айтпақшы, сол жылы Жанар Дугалова Татарстанда өткен Turkvision фестивалінде ізін көрем әнін орындап бас жүлдеге ие болады. Бұл қазақ елі үшін үлкен жеңіс болды. Ал Баян ханым Эрик Тастанбековпен бірге Кафе Централ деп аталатын кофейнясын ашады. Бір қызығы, Власть интернет порталының статистикасы бойынша Баян Есентаева 2014 жылғы Қазақстандағы ең ықпалды 50 әйелдің ішінде 21 орынға ие болады. Айтпақшы, сол жылы КТГ арнасында «Наша правда» бағдарламасында әнші Сон Паскаль мен Баян екеуі жанжалдасып қалады. Бұл жағдайды біраз уақыт алға түседі. 2015 жылы продюсер ханым Шайн Продакшнды Алматыдан Астана қаласына көшіруді жоспарлайды. Яғни Шайн Холл атауымен мини-театр, балалар өнер орталығы және дауыс жазатын студия ашуға әрекет жасайды. Айтпақшы, 2015 жылы Музон өнер премиясында кешу тобы «Үздік қыздар тобы» деген номинацияға ие болады. 2016 жылдың маусым айында Баян өзінің күйеуі Бақытбек Есентаевпен бірге Алматы қаласының маңында жанжалдасып қалады. Көлікте кетіп бара жатқан екеуі жанармай бекетіне түскен сәтте Бақытбек Есентаев мас күйінде әйелін соққыға жығады және 4 жерінен пышақ жарақатын салады. Сол жерге дереу жеткен Баянның үлкен қызы Айсәуле әкесін тоқтатып ортаға түседі. Дереу анасын алып Талғардағы ауруханаға жеткізеді. Продюсер ауыр халде жеткізіледі. Дәрігерлердің жылдам әрекет етуімен Баянның өмірі жақсара түседі. Алайда бетінде жарақаты көп, бір көзі жұмылмайтын болып қалады. Мұны көрген бір медбике Баянның адам шошырлық түрін фотоға түсіріп әлеуметтік желіге салып жібереді. Алматы полициясы Бақытбекті қамауға алады. Көп ұзамай соты болып 9 жылға бас бостандығынан айырылады. Сот отырысынан соң 4 айдан кейін Баян күйеуіне жазған арызын қайтып алып оны кешіреді. Журналистерге берген сұхбатында ол Баян Есентаеваны емес, өз әйеліне қол көтерді. Оны кешірмеуге болар еді, алайда қыздарымның әкесі 22 жыл отандасқан жарым деп айтады. Продюсер бұл жағдай қызғаныштан болғанында жасырмады. Беттегі жарақаттарды кетіру мақсатында Баян Есентаева шетелдерде пластикалық ота жасатады. Психологтың кеңесіне жүгініп, йогамен айналыса бастайды. Бұл қиындықтарға мойымай, Баян шығармашылық жұмысына қайта кірісіп кетеді. Кешу тобына жаңа бейне баяндар түсіріп, бірнеше сериалдарға продюсерлік етеді. Атап айтқанда Қазақ аруы және Қозы көрпеш Баян сұлу сериалдарын жарыққа шығарады. Өкінішке орай аталмыш телехикаялар көрермендердің көңілінен шықпаған секілді. Себебі негативті пікірлер өте көп жазған. Баянның сәтті шыққан жобаларының бірі жігіттерден құралған Алау тобы болды. 2016 жылы шоу-бизнеске Гүл әпше әнімен кіріп келген жігіттер концерттерден бөлек тойда бір шама хит болды. Бұл уақытта Махаббатым жүрегімде сериалының 2-ші маусымы түсіріліп, Қазақстандағы алғашқы мюзикл жанрындағы Сиситай киносына дайындық жұмыстары бастап алады. Сиситай киносына Баян Есентаева $440,000 қаражат жұмсаған. Меніңше бұл фильм өзін ақтаған секілді, себебі бір аптаның өзінде 68 миллион теңге табыс тапқан. 2017 жылы Баян ханымға бизнесмен Тұрсын Алагөзов сезімін білдіреді. Осылайша Баян бұрынғы Есентаев фамилиясынан Алагөзова тегіне ауысады. Сол жылы Баян Алагөзова өзінің авторлық Баян атты кітабын жарыққа шығарған. 20,000 нұсқада сатылған осы кітапта әйелдердің құқығы тапталып жатқанын айтып және өзінің өмірінен де сыр шертеді. Экс-күйеуімен болған жағдайдан соң Баян Мақсатқызы әйелдер құқығын қорғау бойынша көптеген іс-шараларға қатысады. Форумдар мен конференцияларда отбасындағы зорлық-зомбылық
зорлық-зомбылық туралы баяндамалар оқиды. Тіпті кітап сатылымынан түскен қаражатты әйелдердің құқығын қорғайтын әлеуметтік қорға жұмсайды. 2018 жылы жыл таңдауы музыкалық премиясында Баян Мақсатқызы соңғы 10 жылдағы үздік продюсер жүлдесіне ие болады. 2019 жылы Баян Мақсатқызы әдеттегідей Қазақ аруы 2019 байқауын ұйымдастырады. Онымен қоса Жарқынай Ханайым есімді аруға продюсерлік етеді. Бұл уақытта кешудің құрамы да жаңа қыздармен толығады. Айтпақшы, сол жылы Евразиан Music Awards премиясында кешу тобы 5-ші рет үздік қыздар тобы атағына ие болады. Ал Баян ханым продюсер ретінде Махаббат станциясы фильмінің жалғасын түсіреді. Актерлар құрамы жастармен толықса да, Баян бұрынғы Гүлназ образына қайта оралады. Фильм өте сәтті шықты және 2 аптада кинотеатрлардан 71 миллион теңге табыс тапты. Алайда бұрынғы режиссер Талғат Теменов мені ескертпеді және авторлық құқықты бұзды деп Баянды сотқа береді. Дегенмен бұл іс ұзаққа созылмай жабылады. Ал Баян Мақсатқызы актриса ретінде Зеркало киносында жаңа образға енеді. Шығармашылықтан шаршамайтын бизнес-вумен 2019 жылы хабар агенттігінің тапсырмасы бойынша Рауза сериалына продюсерлік етіп түсірілім жұмыстарын бастап кетеді. 2020 жылы экранға шыққан телехикая 90-шы жылдардағы бандиттік өмір мен махаббат туралы баяндалған. Оның артынша «Я пышка» деп аталатын комедиясын кинотеатрға шығарады. Басты рөлдерде Назерке Назарова, Жания Джуринская және Тәуекел Мүсілімде бар. Актриса сол жылы Күшік құда комедиясында Жан Байжанбаев және Қуандық Шәкіржановпен бірге басты рөлдердің бірін сомдайды. Алайда отбасылық комедия пандемиядан кейін экрандарға шықты. Оның артынша Ағашки на вызовы комедиясында эпизодтық рөлде ойнайды. Рауза сериалын баршаңыз білетін шығарсыздар. Көрерменнің көңілінен шыққан кинотуынды. 2021 жылы көпшіліктің сұранысы бойынша 2-ші маусымы түсіріліп, хабар арнасынан эфирге шығады. Рауза Сакураның гүлдеуі деп атау алған 2-ші маусым біріншісінен де асып түсіп жоғары бағаланды. Бұл уақытта продюсер Баян Мақсатқызын бірнеше қазақша фильмдерде басты рөлге шақырады. Бір қызығы, ол ойнайтын рөлдер көбіне шағынсыз кейіпкерлер болатын. Бұл туралы Баян ханым өз парақшасында мені тағы да жағымсыз әйелдердің образын сомдауға шақырып жатыр. Мен жақсы адам рөлін қашан сомдайды екем, әлде типажым сондай әйелдерге келе екен деп жазба қалдырады. 2022 жылдың басында Баян ханым әже атанады, яғни қызы Айсәулет тұңғыш қыз перзентін өмірге әкеледі. Сол жылы Баян мен актер Қуандық Шәкіржановтың сүйіскен видеолары әлеуметтік желіні шулатады. Көпшілік бұл жарнама әдейі хайп үшін жасап жатыр деп комментарий арқылы сөгіп тастайды. Сөйтсе, бұл сюжет донор деп аталатын жаңа фильмнен алынған екен. Басты рөлдерді Баян Мақсатқызы мен Қуандық Шәкіржанов сомдайды. Аталмыш киноны көрермендер жылы қабылдады және көрсетілімнен жақсы табыс тапты. Баян Мақсатқызы әйелдер құқығын қорғау бойынша әрқашан өз ойын анық жеткізе білген азаматша. Бұл жай ғана сөз жүзінде болмасын деген оймен Бақыт деп аталатын драмаға продюсерлік етіп 2022 жылы жарыққа шығарады. Фильм сюжеті өте ауыр, яғни отбасылық зорлық-зомбылық көрген әйелдің қиын өмірін баяндайды. Түсірілім жұмыстары командаға және актерлар үшін де оңай болмаған. Алайда еңбек ақталып Германияда өткен кинофестивальде көрермен көзайымы номинациясын иеленсе, Белоруссияда өткен фестивальде үздік режиссер, үздік актер, үздік продюсер және үздік фильм секілді 4 бірдей номинацияны қанжығасына байлайды. Онымен қоса жыл соңында экранға шыққан Қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметова туралы түсірілген телехикаяға продюсерлік етеді. Ал жеке өмірінде Баян ханым экс-күйеуі Бақытбек Есентаев бостандыққа шығады, дегенмен олар қазір мүлдем араласпайды. Өкінішке орай 2023 жылдың қаңтар айында Баян ханымның әкесі өмірден озады. Мақсат аға дыбыс режиссері әрі музыкант ретінде Орал қаласында танымал кісі еді. Ал жыл басынан бастап НТК арнасында Баян түскен Шыңғашық телехикаясы көрсетіле бастайды. Көп ұзамай маған назар аудар комедиясында сексолог әйелдің образын сомдайды. Осы жылдың сәуір айында Баян Мақсатқызы кешу тобының қыздарын жезөкше деп атаған Сандуғаш есімді продюсерді сотқа берген хабарлады. Басты себеп, кешудің қыздары жарнамаға түсіп жатқан сәтте продюсер Сандуғаш ашуланып оларға балағатты сөздер айтқан. Мұны 2 айдан кейін білген Баян Мақсатқызы тез арада сотқа арызданған. Нәтижесінде қыздардың жезөкшеге теңеген продюсер кешірім сұраған екен. Қазіргі таңда Баян Мақсатқызы жаңа жобалармен жұмыс жасауда. Атап айтқанда, кешу тобының жаңа әндермен бейнебаян
баяндарын жарыққа шығармақ. Сонымен қатар ашаршылық туралы толық метражды фильмге продюсерлік етуде. Меніңше бұл ерекше туынды болмақ. Баян Алагөзованың табысы туралы айтар болсақ, Қазақстандағы Forbes журналының ақпаратынша 2013 жылы оның бір жылдық табысы $480 мың болған. 2014 жылы болса $850 мың жеткен. 2015 жылы фильм, сериал, кешу тобынан түскен табыстарды есептегенде жылдық қаражаты $1 миллион жеткен. Яғни қазақ шоу бизнесінде жылдық табыс бойынша Қайрат Нұртастан кейін екінші орынға жайғасқан. Ал 2017 жылы 180 миллион теңге делінсе, 2018 жылы 73 миллион теңгеге түсіп кеткен. Ал 2019 жылы бір жылдың ішінде 383 миллион теңге табыс тапқан. Мұның ішінде сериалдар мен фильмдер және концерт пен актрисалықтан тапқан қаламақылар кіреді. Бизнесвумен түрлі компанияларды жарнамалап қомақты табыс табады. Атап айтқанда Казтур туристік компаниясы, Ламиферан өнімдері, Борг Қазақстан тауарлары және Гемма косметика компаниялармен серіктес болған. Баян Мақсатқызының қазіргі күйеуі Тұрсын Алагөзов те ірі бизнесмен. Біз білетін Макси чайды алғаш Қазақстанда ойлап тауып нарыққа шығарған табысты кәсіпкер. Қазір Баян күйеуімен бірге Алматы қаласында зәулім үйінде тұрады. Үйдегі террассадан Алматының сұлу келбетін тамашалауға болады. Баянның үлкен қызы Айсәуле тұрмыста, ал кенже қызы Аяру шетелде білім алуда. Оның үлкен әпкесі Батес Мұхидинова әнші Аша Матайдың туған анасы, ал сіңілісі Бағы Мұхидинова музыкалық продюсер. Баян продюсерлік еткен көптеген фильмдерге саундтрек жазған. Продюсердің гаражында Porsche және Toyota Camry 70 көліктері бар. Егер де жалықса көліктерін ауыстырып тұрады. Баян Алагөзова 50 жасқа келсе де әлде сымбаттылығын жоғалтпаған, спорт және йогамен айналысып тұрады. Ол актриса ретінде 20-дан астам фильмдерде ойнаса, продюсер ретінде қаншама кино туындыларды жарыққа шығуына ықпал еткен. Сонымен қатар 20 жылдан астам тарихы бар кешу тобының да шоу-бизнес әлемінде өз орнын табуына ықпал етті. Оның ішінде Ерке Есмахан, Жанар Дугалова, Мөлдір Әуелбекова, Айдана Меденова, Камшат Жолдыбаева, Жұлдыз Өмірғали, Ақботан Нұр, Бидаш сынды жұлдыздардың әнші әрі актриса ретінде танылуына бар күш-жігерін жұмсаған. Бизнесвумен ретінде Қазақстандағы ықпалды миллионер әйелдердің ішінде топ жарды. Осылайша үздік продюсер марапатын иеленіп, ерен еңбегі үшін медаліне лайық деп танылды. Мұның бәрі көп жылдық тәжірибе мен толас еңбектің нәтижесі деп білеміз. Мүмкін бұл сөзімізбен келіспейтіндерді бар шығар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Баян Мақсатқызының шығармашылық жолы туралы өз ойыңыз қалай? Комментарийге жаза кетіңіз. Достар, қазақша ақпараттарымыз ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Егер арнамызға қолдау көрсетемін десеңіз, экранда Каспий карта нөмір жазылған. Біз сіздің қолдауыңызды әрқашанда жоғары бағалаймыз, және сіз күткен ақпараттарды кезегімен жарыққа шығарып отыруға барымыз саламыз. Бұл танымал жұлдыздардың өмірінен ақпарат беретін Хамито Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.